сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін Әл-Фараби жайлы деректерді тыңдай аласыздар. Каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Әбу Насыр Әл-Фараби ғылымның дамуына үлкен үлесін қосқан, өз заманының дарынды ойшылы және ағартушысы. Ғалымның өмірбаянынан алынған деректермен таныс болыңыздар. Ол қазіргі Қазақстан мемлекетінің аумағында дүниеге келген, әртүрлі уақытта Ташкент, Самарқанд және Бұхара сияқты Орта Азия қалаларында өмір сүрген, білім алу мақсатында. Араб халифатының астанасы Бағдадқа аттанды. Осы қалада ғылымды, медицинаны және тілдерді үйрене бастады. Бағдадқа келгенде Әл-Фараби тек түркі тілін ғана білген, бірақ білімге деген құштарлығының арқасында өмірінің соңына дейін 70-тен аса тілді меңгеріп алды. Ол хади, яғни шариғат үкімін жариялайтын адамның лауазымында қызмет атқарып жүрген кезінде оның жақын досы оған көптеген кітаптар берген. Кітаптардың арасында Аристотельдің еңбектері болған. Бұл еңбектердің ұнағандығы соншалық өз лауазымынан бас тартып ғылымға бет бұрған. 941 жылы Дамаск қаласына көшіп, өмірінің қалған бөлігін осында өткізді. Бұл қалада бақша күзетшісі болып жұмыс істеген. Күндізгі уақытта тапқан ақшасына шамдар сатып алып, түнде осы шамдардың жарығымен ғылыммен айналысқан. Әл-Фараби 80 жасында өмірден озды. Қалай қайтыс болғандығы туралы нақты мәлімет жоқ. Бір ақпарат бойынша ол аурудан көз жұмды. Ал екінші нұсқа бойынша Асқаланға сапар шегу кезінде қарақшылардың қолынан қаза болған. Әл-Фараби мұсылмандық философиялық ағымның негізін қалаушы, ұлы ойшылдың есімі тарихқа мықтап енді. Оның жазған еңбектері батыс және шығыс мәдениеттерін жақындастырған көпір болып саналады. Астрономия, математика, музыка, логика, әлеуметтану, жаратылыстану және астрология туралы 130-ға дейін шығарма қалдырды. Аристотельдің «Жан туралы» деп аталатын трактатын 2000 рет оқып шыққан.